Мемлекет педагогтерді қолдау және қолайлы білім беру ортасын құру үшін орасан зор шаралар қабылдауда. Президенттің тапсырмасы бойынша ауыл мектебі сапа алаңы республикалық жобасы іске асырылуда. Оның қорытындысы бойынша бір жыл ішінде ауылдық мектептердегі білім сапасы орта есеппен 7-9% өсті. Ал республикалық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болған ауыл оқушыларының саны 10 есеге жуық өсті. Жыл сайын 1000-нан астам ауылдық мектеп жаңғыртудан өтуде. 1300 мектепті жаңғырту жұмыстары басталды. Оның 900-ге жуығы ауылдық жерлерде орналасқан. Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп ол балабақша. Балабақша келер ұрпақты еңбекке, өнер білімге, елінің ар-намысын қорғауға және ізгі адамгершілік ниеттерге баулиды. Балабақша келешек, ел басқарар, жер суын иелік етер, ел халқын гүлдентер, мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдап, өмірдің ең басты сатысын қалайтын киелі ұя. Балабақшаның жақсы жетістіктерге жетуі әрбір тәрбиешінің өз еңбегінің нәтижесімен, жаңалығымен, біліктілігімен, білімдерінің арқасында деп білеміз. Балабақша топтарында өз жұмысын жақсы білетін бірінші, екінші санатты мамандар жұмыс жасайды. Сондай балабақшалардың бірі Түркістан облысы Жетісай ауданы Абай ауылындағы Балкерім балабақшасы. Балкерім бөбекжай балабақшасы 2012 жылы пайдалануға берілген. 140 бала жас ерекшелігіне қарай 6 топта тәлім-тәрбие алуда. Балабақшамыз ыңғайластырылған ғимаратта, алайда балабақшада жағдай жасалып, ойын, жатын бөлмелері, ішкі әжетханалармен жабдықталған. Оқу процесі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен, үлгілік оқу бағдарламасымен негізінде жұмыстар жүргізілуде. Оқу жылында әрбір баланың қызығушылығын арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру біздің басты мақсаттарымыздың бірі. Біздің балабақшамызда біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында да бірталай жұмыстар жүргізілуде. Ұлттық құндылықтар дәріптеу мақсатында өскелең жас ұрпақты рухани адамгершілік қасиетке баулу біздің басты мақсатымыз. Еліміздің болашағы, ертеңі біздің осы балаларымыз болғандықтан барлық күш-жігерімізді осы балаларға салып отырмыз. Бізде балабақшамызда ата-аналармен тығыз байланыста педагогтарымыз жақсы жұмыс атқарып жатыр. Ата-аналарымыз келіп, барлық жылдық жоспарға сай іс-шаралар, мерекелер ұйымдастырылып жатады. Ата-аналар толығымен қатыса алады бізде. Ашық есік күндері де ай сайын ұйымдастырылып жатады. Жылдық жоспарға сай барлығында да ата-аналар келіп толық қатыса алады. Өздерінің жаңағы ізгі ниеттерін, алғыстарын айтып, ол ата-аналарға да жаңағы жақсы қатысқандарына, атсалысып қатысқандарына мақтау қағаздарын беріп, бір-бірімізді жаңағы тығыз байланыста қолдап отырамыз. Іс-шараларға, жаңағы жарыстарға тәрбиешілеріміз қатыстырады балаларды. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жатқа айту байқауларында біраз балаларымыз бірінші дәрежелі мақтау қағаздарын алды тәрбиешілерімізде. Содан кейін аудандық білім бөлімі ұйымдастыруымен балаларға базарлық тақырыбында іс-шараларға қатысып, орындар алып келді. Мен балабақша меңгерушісі ретінде, басшысы ретінде өзіміздің ұжымға үлкен табыстар тілеймін. Қызметкерлерге, педагогтарымызға шығармашылық табыстар тілеймін. Бұдан да ары дамытып, заманға сай, талапқа сай жұмыстар жүргізіп, ата-аналардың рахметіне бөленіп, осы келіп отырған, бізге жаңа сеніп тапсырып отырған әрбір баланың жаңағы өсіп дамуына әрекет жасап, үлесін қосып, жұмыс істеуіне тілектеспін.
Балалар, біз жолда келе жатқанда, балалар үлкен жолдарда қауіпсіздігіміз үшін осы ала жолақтың үстімен бір ерте етіп жүруіміз керек екен. Мынау қандай көз балалар? Қызыл. Кейінгі көзіміз ше? Кейінгі көзіміз қандай? Жасыл. Жарайсыңдар балалар. Бізде көлікте, яғни жолда осындай көліктеріміз жүреді балалар, я? Бағдаршамға қараймыз балалар, я? Бағдаршамға қараған кезде, яғни балалар, қызыл жанғанда біз балалар не істейді екенбіз? Тоқтаймыз балалар, я? Ал сары жанғанда не істейміз? Дайындаламыз балалар, я? Жасыл жанғанда не істейді екенбіз? Жасыл жанғанда жүреміз, жарайсыңдар балалар. Қандай қызықты болды ма балалар? Кетіп жүреміз, жолымызға әдемі, түзу жолмен жүріп өтейді екенбіз балалар, я? Я қазір ойнаймыз, бәрімен ойнаймыз. Біздің бүгінгі ұйымдастырылған ашық іс-әрекетіміз біртұтас бағдарламасы аясында болғандықтан киіз басу берілген екен. Ал бүгінгі тақырыбымыз киіз басу өнері ата-баба мұрасы деп айтылады екен. Киіз басу, балалар, бұл өнеріміз ежелден келе жатқан дәстүр болғандықтан, оны ата-бабаларымыз бұрыннан жасап келе жатқан. Киіз басу үшін бізге ең алдымен не қажет екен балалар? Жүн қажет екен. Ал жүнді біз қайдан алады екенбіз? Қайдан алады екенбіз, дұрыс айтасыңдар. Біздің ата-бабаларымыз ежелден мал шаруашылығымен айналысқан. Қойдың сүтін, етін, ас-ауқатымызға пайдаланса, жүні мен терісін текемет басқан, алаша тоқыған. Материалдық техникалық базасы нық қалыптасқан Бөбекжай балабақшасында жас бүлдіршіндерге барлық жағдай жасалған. Тәрбиешілер түрлі әдіс-тәсілдерді қолдан отырып, әр сабақтарды түрлендіріп өтіп отырады. Білім беру балабақша табалдырығынан басталады десек, ешқашан қателеспейміз. Барлық білімнің бастауы балабақшада. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие мен білім саласында заманауи педагогикалық технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде де педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымның біріне айналды. Ендеше, мектепке дейінгі білім беру саласының басты міндеттерінің бірі өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру үдерісіне заманауи әдістерін енгізу. Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт талабына сай өзгерістерді енгізуді талап етіп отыр. Осындай талаптардың үдесінен шығып жүрген Балкерім балабақшасының жақсы жетістіктерге жетуі әрбір тәрбиешінің өз тынымсыз адал еңбегінің нәтижесімен, жаңалығымен, біліктілігімен, білімдерінің арқасы. Бұл мектеп алды топ, балдәурен тобы үлгілік бағдарлама бойынша ұйымдастырылған іс-әрекетімізді өтіп жатырмыз. 5 дағды бойынша коммуникация, шығармашылық, таным, денсаулық, дене шынықтыру. Балаларымызды қазір гаджеттік заман болғансын, ойын арқылы дамытушы ойыншықтармен және әртүрлі әдіс тәсілдермен дамытып жатырмыз балаларды, мектепке дайындап. Бірінші 5 жастағы бұл жердегі балаларды 2 жастан 5 жасқа дейінгі балалар, бұларды бірінші балабақша тәрбие береді бізде, сосын барып тәрбие, бірінші орында тәрбие дейді. Сосын балаларды мектепке дайындап жатырмыз, 5 жастағы балаларды. Қызыл түсте дөңгелек, жасыл түсте ром пішінін көріп тұрмыз, я? Көк түсте қандай пішін көріп тұрмыз? 3 бұрыш. Осы пішіндерді біз қазір өз орнына қойып шығамыз. Жарай ма балалар? Кәне жұмысқа кірсеміз барлығымыз. Қызылға тіп-төрт бұрышты, сарыға собақшаны, қызғылтқа дөңгелекті қойып шығамыз. Кәне балалар? Орнымыздан тұрамыз, қолды кеңге жаямыз, қолы беріп, кереге боп керіп, шаңырақты
Балкерім балабақшасының ұйытқысы ізденімпаз іскер басшы Ботакөз Есіркепова балалардың жан-жақты қорғалған үйлесімді тұлға болып қалыптасуына жағдай жасауда. Балабақшадан ұшқан жас түлектер мектепте оқып білім алуда. Тәуелсіз еліміздің бақытты балдырғандарына білім, тәрбие беруде балабақша ұжымы жаста болса біршама жетістіктерге қол жеткізді. Педагогтар үнемі шығармашылық ізденіс жолында. Ата-аналар пікірінше Балкерім балабақшасы балалардың саялы мекені. Төне қосын төрпіліп, әлпеш деген анашым, жақсы болсан асырып, жаман болсан жасырып, қамқор болған анашым. Кешке жетсем күлдім дейтін, ұрыс қана білінбейді. Маңдайымнан шипап мені, қуын шағым күлім дейтін. Шалқанды сурамайды екен. Шал көмекке кімді шақырамыз? Кепірі келе ғой. Бері тартамыз. Кепірі шалша күші жетпейді екен. Сөйтіп көмекке кімді келеді? Қызын шақырады, бара ғой. Қызы келеді екен. Алшалары тартады, бері тартады. Шалқанды сурамайды. Ал қызы көмекке кімді шақырады? Күшігім келе ғой. Ал енді үшеуі шалқанды тартадары.